Сәлем балақай, тілімізді жаттықтыратын уақыт келді. Олай болса балақай, бүгінгі видеомызда заттарды көпше және жекеше түрде айтып үйренеміз балалар. Балалар, егер де бір ғана зат болса, біз оны жекеше түрде айтады екенбіз. Ал 2, 3, 4, тіпті одан да көп болса, біз оны көпше түрде айтады екенбіз. Мысалы, бұл жерде бір ғана алма бар. Сол себепті алма деп айтамыз. Ал келесі суретте 3 алма бар екен. Сондықтан біз оны көпше түрде айтады екенбіз. Яғни алмалар деп айтады екенбіз. Олай болса балалар, заттарды көпше және жекеше түрде айтуды бірге үйренейік. Ендеше менен кейін даусыңды шығарып қайтала. Мысық, мысықтар. Сиыр, сиырлар. Кірпі, кірпілер. Балалар, неліктен біз кірпілер деп айтамыз? Себебі бұл жерде тек бір ғана кірпі емес, 5 бірдей кірпілер бар екен. Сол себепті біз оларды кірпілер деп айтамыз балалар. Келесі құс, құстар. Балық, балықтар. Гүл, гүлдер. Жапырақ, жапырақтар. Үй, үйлер. Көлік, көліктер. Ойыншық, ойыншықтар. Алма, алмалар. Саңырау құлақ, саңырау құлақтар. Балалар, саңырау құлақтар жаңбыр жауғаннан кейін өседі екен. Келесі тәтті, тәттілер. Балалар, бұл суреттегілердің барлығы да өте тәтті екен. Сол себепті бір сөзбен тәттілер деп айтамыз. Келесі сусын, сусындар. Балалар, біз сусындарды ішіп, шөлімізді басады екенбіз. Келесі жеміс, жемістер. Жарайсыңдар балалар, заттарды жекеше және көпше түрде айтып үйрендіңдер деп ойлаймын. Балалар, егер де түсініксіз болса, видеоны қайталап көріп, жақсылап біліп түсініп ал. Сәлем балақай. Балақай, біз бүгін түстермен танысатын боламыз. Олай болса, алдымен каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кет. Балақай, біздің айналамыздағы заттардың түстері әртүрлі, яғни түрлі түсті. Ендеше балалар, олармен танысайық. Олай болса, менен кейін қайтала, және де көрген түсіңді жақсылап есіңде сақта. Ендеше қане бастаймыз. Қызыл, қызыл. Қызыл алма. Келесі жасыл, жасыл. Жасыл алма. Сары, сары. Сары банан. Балақай, сен бананды жақсы көресің бе? Келесі көк, көк. Көк кит. Балақай, киттер су жануары, себебі олар суда тіршілік етеді. Келесі балалар ақ, ақ. Ақ аю. Балалар, ақ аюлар аты айтып тұрғандай аппақ түсте болады екен. Келесі түсіміз қара, қара. Қара мысық. Ал қызыл, ал қызыл. Ал қызыл гүл. Келесі қызғылт,
Қызғылт. Қызғылт мандарин. Келесі түсіміз сұр. Сұр. Сұр күшік. Келесі түс күлгін. Қанекей, менен кейін қайтала. Күлгін. Күлгін жүзім. Қоңыр. Қоңыр. Қоңыр кокос. Жарайсыңдар балалар. Ендеше балалар, сендермен бірге қызықты ойын ойнайық. Балалар, бұл ойын сендердің түстерді жақсылап естеріңе сақтап қалуға көмектеседі. Балалар, ендеше суреттен не көріп тұрмыз? Қандай көкөніс көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар балалар. Сәбіз. Қане қайталаймыз? Сәбіз. Сәбіздің түсі қандай екен балалар? Әрине, жаңа айтып өткендей, қызғылт түстеген мандариннің түсімен бірдей екен, иә? Демек, қызғылт сәбіз. Қызғылт сәбіз. Келесі суреттен не көріп тұрмыз балалар? Қандай жеміс? Алмұрт балалар. Алмұрт жеген сендерге ұнайды ма? Жарайсыңдар балалар. Ал алмұрттың түсі қандай екен? Дұрыс айтасыңдар балалар. Жасыл. Демек, жасыл алмұрт. Жасыл алмұрт. Келесі. Қандай жеміс көріп тұрмыз балалар? Жарайсыңдар балалар. Жүзім жемісі. Ал жүзім жемісінің түсі қандай екен? Күлгін түстеген. Демек, екеуін қосып айтқанда күлгін жүзім болады балалар. Қане қайталаймыз? Күлгін жүзім. Келесі балалар, қандай жеміс екен бұл? Дұрыс айтасыңдар, бәріміз де білеміз, лимон жемісі екен. Ал лимон жемісінің түсі қандай екен балалар? Сары түс. Жарайсыңдар. Ендеше екеуін қосып айтайық. Лимон қандай екен балалар? Лимон сары екен. Демек, сары лимон. Сары лимон. Келесі балалар, гүл. Ал гүлдің түсі қандай? Ал қызыл. Ал екеуін бірге қосып айтсақ, ал қызыл гүл. Менен кейін қайтала. Ал қызыл гүл. Келесі балалар, бұл әдемі жәндіктің аты қалай? Дұрыс айтасыңдар. Көбелек. Ал көбелектің түсі қандай екен? Көк түсті, демек екеуін бірге айтамыз. Көк көбелек. Ал келесі суретте балалар, өте қауіпті, өте қорқынышты жануар. Бұл жануардың аты қандай еді? Дұрыс айтасыңдар. Акула. Ал акулалар қайда өмір сүретін еді? Әрине, акулалар суда өмір сүреді, себебі олар су жануарлар екен. Ал акуланың түсі қандай екен балалар? Сұр түсті екен, ендеше екі сөзді бірге айтамыз. Сұр акула. Ал келесі суретте балалар, торғай бейнеленген екен. Ал торғайдың түсі қандай екен? Қара түсті екен. Демек, екі сөзді қалай бірге айтады екенбіз? Қара торғай. Келесі жануар балалар, коала. Коалалар жабайы жануарларға жатады екен. Ал коалалардың түсі қандай екен балалар? Дұрыс айтасыңдар, сұр түсте болады екен, ендеше екі сөзді бірге айтамыз. Сұр коала. Келесі маймыл. Ал маймылдың түсі қандай екен? Қоңыр, қоңыр түсті екен. Біз бәріміз жақсы көріп сүйіп жейтін шоколад та қоңыр түсті болады. Яғни маймыл мен шоколад бір-бірімен түстес болып саналады екен, ендеше қоңыр маймыл болады, солай ма? Ал келесі суретте балалар, өте қышқыл жеміс бейнеленген екен. Бұл жемістің аты қандай? Шие жемісі. Ал шие жемісінің түсі қандай екен? Қызыл болады екен. Демек, қызыл шие болады, Келесі балалар, жейде. Ал жейденің түсі қандай екен?
Қызыл екен. Ал балақай, сенің үстіңдегі жейдеңнің түсі қандай? Келесі шұлық. Бұл шұлықтың түсі қандай екен? Көк түсті. Ал сенің шұлығыңның түсі қандай балақай? Келесі аяқ киім. Бұл аяқ киімнің түсі қызыл екен. Келесі сөмке. Бұл сөмкенің түсі де қандай екен балалар? Жаңағы көрген аяқ киім мен мына сөмкенің түстері бірдей, яғни олар түстес. Демек, ол аяқ киім қызыл болса, бұл да қызыл, я? Ал балақай, сенің сөмкеңнің түсі қандай? Және неше сөмкең бар? Олардың әрқайсының түсін атап бер. Жарайсың балақай. Видеоны қайталап көріп, түстерді жақсылап жаттап ал балақай. Ендеше келесі кездескенше арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, мені қуантуды ұмытпаңдар балалар.